Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сүт шайдың зияны туралы айтатын боламыз. Сүт қосылған шай талғап ішетін адамдардың сусыны деп саналады. Десе де бұрынғы заманнан мал асырап бағып арқылы күн көретін қазақ халқы үшін сиыр сүтінің орны ерекше. Дүниеге шыр етіп келгеннен бастап ана сүтін, одан кейін сиыр сүтін ішетін қазақ халқы үшін сүт шайды қалай десең де пайдалы деген ой қалыптасқан. Алайда біздің ғалымдарымыздың зерттеуі бойынша сүт шайдың пайдасына қарағанда зияны өте көп болып шықты. Сүт пен шай араласқанда бір-біріне пайдалы қасиеттерін жойып қана қоймай, ағзаға кері әсер етеді. Көп ішкен жағдайда түрлі дертке душар етеді. Шай құрамындағы тамин, яғни сүт ағзаға темірдің сіңуіне жол бермейді. Соның салдарынан анемия пайда болады. Шай құрамындағы алколит жүрек қағысының жиілетіп, қан қысымының көтерілуіне әкеледі. Асқазан жолдарына да кері әсері бар, асқазандағы тамақтың қорытылуын нашарлатады. Және де сонымен қатар асқазан ішек жолдарының жұмысын да бұзатын болып шықты. Және де бүйректе, өтте, құм, тас жиналуына әкеп соқтырады. Сүт шайдың келесі зияны ұйқысыздыққа шалдықтырады. Сонымен қатар варикоз тамырларын одан сайын үлкейтеді және де аяқ ауруын пайда қылады. Құрметті достар, сіздерге сүт шайдың 8 зияны туралы айтып өттім. Менің ары қарай өсуіме өз үлестеріңізді қоссаңыздар және де ол үшін менің арнама подписаться кнопкасын басып, комментарий жазып, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет!